Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мини чебуректің рецептісімен бөліспекшімін. Қонақ келгенде салуға ыңғайлы әрі өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ұнымызға тұзымызды, жұмыртқамызды, күнбағыс майын қосып араластырамыз. Кейін қайнап тұрған суымыздан 1 стакан құйып, қасықпен басында араластырамыз. Кейін қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Қамырымызды ыдыстан алып, дастарханымызға жақсылап 5 минуттай қолымыздың көмегімен илеп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа тынықтырып қоямыз. Қамырымыз тыныққанша салмасын жасаймыз. Тартылған етімізге ұсақталып туралған пиязымызды, дәміне қарай тұзын, бұрышын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Иі қанған, тыныққан қамырымызды екіге бөліп аламыз. Оқтаудың көмегімен жұқалатып жаямыз. Керек жерінде аздап қана ұн қоссаңыз болады. Қамырымызды жайып алғаннан кейін осындай домалақ форманың көмегімен қамырымызды домалатып аламыз. Салмамызды бір жақ бөлігіне жұқалатып жайып саламыз. Көп салудың қажеті жоқ. Енді қамырымыздың екінші бөлігімен үстін жауып, жан жағын ақырын ғана саусақтың ұшымен басып шығамыз. Кейін шанышқының көмегімен жан жағын осылай әдемілеп басып шығамыз. Және де барлық чебуректерімізді дәл осындай әдіспен салып дайындап аламыз. Енді чебуректерімізді қызып тұрған майға саламыз. Екі жағын аудара отырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Қалған чебуректеріміздің барлығын дәл осылай пісіріп аламыз. Біздің чебуректеріміз өте сүйкімді әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Саяна, астарыңыз дәмді болсын.